Денсаулық сақтау министрлігі қандай медициналық қызмет түрлеріне зейнетақы қорындағы салымыңызды пайдалана алатыныңызды жариялады. Бұған дейін зейнетақы қорындағы қаражатты кімдер және қандай мақсаттарға жарата алатындығы туралы біз дәл осы бағдарламада айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі бағдарламамызда ем-дом мақсатына салымды қалай алуға болады және қандай мақсаттарға, яғни қандай ем-домның түріне алуға болады. Дәл осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған қонақтарымызды таныстыра кетейін. Батырхан Сарымсақов мырза, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі амбулаториялық емханалық көмек көрсету басқармасының басшысы, Руслан Илхам, жеке медициналық клиниканың дәрігері және қоғам қайраткері Уәлихан Қайсаров мырза. Қайырлы кеш деймін өздеріңізге. Енді өзіңізден бастаймыз. Енді денсаулық сақтау министрлігінің өкілі ретінде мынау бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше пунктіден тұратын осы бір жолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану қай ем-домға пайдалануға болатындығы туралы материал жарияланды. Енді өзіңіз айта кетіңіз түсінікті тілмен халыққа қандай ем-домға пайдалануға болады бұл қаражатта? Әлім 15 ақпанда денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бекітілді. Яғни емдеу үшін бір жолғы зейнетақы жинағын пайдалану туралы. Осы бұйрық аясында қазіргі таңда 7 бағыттағы медициналық көрсеткен медициналық түрлері біздің тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі және медсақтандыру жүйесіне кірмейтін медициналық қызметтер түрі болып табылады. Атап айтсақ, бұл бірінші қызмет түрі бұл орфандық жаңағы аурулар дейді. Кездесетін аурулар, яғни орфандық аурулар жалпы бізде Қазақстанда көрсетіледі. Екі пакетте, бірақ алайда адамның физиологиялық жағдайына байланысты кейбір науқастарға шетелдік тәсілдер ұсынылады. Осы бағытта, яғни осы кезде науқас өзінің жаңағы жинақтарын қолданылады. Екінші бағытта бұл стоматологиялық қызметтерді алып отырмыз. Стоматологиялық қызметтер жалпы ең қымбат түрлерін алып отырмыз. Бұған жаңағы имплантация мен протездеу бағытта. Нақтылай кетейін осы тұста. Стоматологиялық қызмет десе біздің азаматтар тісті емдеу екен, тісті жылу екен деп ойлап қалуы мүмкін. Яғни бұл қызметтер кірмейді ғой. Бұл қызметтерге пайдалануға болмайды. Имплантация және протездеу. Осы екі түрі ғана кетеді. Имплантация және протездеу. Жақсы. Бағытта бұл операциядан кейінгі мастектомия дейді. Осыдан кейінгі операциядан реконструкция жаңағы қалпына келтіру операциялары. Бұны қазіргі пластикалық операция деп жаңағы өзінің көркемділігіне әсер ету олай емес. Бұл деген отырғанымыз тек ақаулары ғана бар. Яғни операциядан кейінгі тыртықты қалпына келтіру, сондай-ақ мынау сүт безі жаңа обыры дейді ғой. Осы ауырған жаңағы әйел азаматтардан кейінгі, яғни мастектомия дейді, осыдан кейінгі тәсілден кейінгі жаңағы ауруларды түзету мақсатында, осы реконструктивті түзету мақсатында қолданылады. Төртінші бағытта бұл радионуклидті және радиойод-терапия деп айтамыз. Бесінші бағытта бұл радиохирургиялық ем дейді. Бұл радиохирургиялық ем дегеніміз мынау гамма пышақ пен кепер пышақты қолдана отырып. Яғни бұл қызмет түрлері шетелде көрсетіледі. Қазақстанда әзірге көрсетілмейді, бірақ алдағы уақытта жоспарланып отыр. Сондай-ақ 6-шы бағытта бұл протон терапиясы, 7-ші бағытта бұл офтальмологиялық қызметтері. Түсіндіре кетсеңіз, бұл нақты қандай емнің түрлері? Офтальмологиялық қызметте біз айтып отырмыз, бұнда да жаңағы бұл екі пакетке кірмеген, мюзоколлагеннің кросс-лингі дейді. Сондай-ақ көзді лазерлік түзету дейді. Осы екі бағытта ғана рұқсат беріп отырмыз. Енді қазіргі уақытта айтып өтейін, бұл тізім әлі алайда жетілдіреді, халықтың сұранысына байланысты жетілдіретін болады. Сондай-ақ медициналық қызметті алуға жұмсалатын қаржының көлемі
дәл қазіргі күнде сол мынау тұрғын үй алуға бекітілген қаржы көлемімен сәйкес келеді ғой. Яғни мен шектік мөлшер туралы айтып отырмын, иә? Бұл жерде процедурасын бәрі бірдей, жаңа тұрғын үй жаңағы үйге қатысты, яғни платформада бір қазіргі уақытта бұл уәкілетті оператор деп отбасын біз алып отырмыз. Яғни азамат өзінің сомасын жаңағы біз айтып отқан платформадан біледі, яғни ЕНПФ сызықша отбасы.kz деген. Осы сайтқа кіру арқылы өзінің жаңағы мақсатын таңдайды, яғни немесе ем-домға жаңағындай болмаса үй тұрғынына деп. Емдеуге деп алғаннан кейін ол өзінің жергілікті жаңағы емханасына жүгінеді. Емхананың деңгейінде дәрігерлік комиссия бар. Дәрігерлік комиссия 5 жұмыс күні ішінде жаңағы қарап, оған қорытынды береді. Яғни медициналық көрсетілімдерге байланысты қорытынды береді. Оң немесе теріс. Оң қорытынды берген жағдайда азамат өзінің таңдаған медициналық ұйымына шарт жасасады. Ол шетелдік болсын, ол қазақстандық болсын. Бұл жерде бір айтып кететін жайт, стоматологиялық қызметтер бұл Қазақстанда ғана көрсетілетін ұйымдар болады. Қалған қызметтер бойынша шетел медициналық ұйымдармен шарт жасасуға рұқсат беріледі. Сондай-ақ осы шартпен, яғни осы шартпен жаңа дәрігердің қорытындысын ол жаңа уәкілетті оператордың өзі өтініш берушінің жеке кабинетіне жүктейді. Жүктегеннен кейін уәкілетті оператор отбасы банкі 5 жұмыс күні ішінде қарап, құжаттар толық болған жағдайда жаңағы өтініш берушінің арнайы шотынан жаңағы медициналық ұйымның жаңағы реквизиттарына шотына ақшаны жолдайтын болады. Яғни ақша қолма-қол жаңағы пациенттерге берілмейді. Түсінікті, көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейік, енді отбасы банкі бұрын соңды тек қана тұрғын үй мәселесімен ғана айналысып келсе, қазір медициналық бағытқа арналған төлемдерді де дәл осы отбасы банкіне келу арқылы алуға болады. Өйткені көптеген азаматтар расында жаңағы өзіңіз айтып өткен электронды жүйеге әлі үйреніп үлгерген жоқ. Сондықтан отбасы банкіне барып, осы мәселені тәппіштеп сұрап, содан кейін ғана қандай да бір іс-әрекеттерді жасап жатады. Халыққа ыңғайлы болу үшін бұл отбасы банктың қазіргі платформасы дайын болғандықтан біз отбасы банктың, яғни қаулымен уәкілетті оператор қылып, яғни айқындап отыр. Және мен айтып өткендей, бұл жаңағы өтініш беру, отбасының жеке кабинеті арқылы бәрі онлайн түрде жасалынады. Сондай-ақ бұған бару қажет емес. Бұл жерде айтып өтетін тек дәрігерлік комиссияға жүгінген кезде дәрігерлік комиссия жаңағы науқасты ол шақырту арқылы немесе онлайн арқылы жаңағы отырыс жасай алады. Бұл шақыру себебі бұл жаңағы айтады ғой, объективті қарауға қажет болады ғой. Осы мақсатта, яғни дұрыс дәрігерлік қорытынды беру үшін осындай пациенттің өзін шақырту мүмкін. Түсінікті. Уәлихан мырза, аталған жүйе сіздің көңіліңізден шықты ма? Елдің ең бастысы байлығы ол денсаулық деген. Ал және егер жеке басына келетін болсақ, ол ауырып тұрған адам денсаулықты ешкімнен сатып ала алмайды, және оған ешкімді сатып жібере алмайды. Сондықтан ең бастысы мәселесі ол денсаулық болып тұр. Адамның жаны қиналған кезде оған еш нәрсе керек емес. Сол тек қана денсаулық болса, соны ғана тілеп отырады. Сондықтан осы қазір біздің министрлік, денсаулық сақтау министрлігі осындай мүмкіншілік беріп отыр. Әрине ол мүмкін жеткіліксіз де шығар. Әрине бұдан да басқа жаңағы назначенияларға рұқсат беру керек етін шығар деп. Бірақ оны медициналық мамандар оны өздері біледі. Дегенмен қалай болса да адам пенсияға, егер денсаулығы жоқ болса да, ол пенсияға да жете алмайды. Ол жаңағы жинаған өзінің зейнетақы қорындағы қаржысы оған уже кейін пайдасы ешқандай әкелмейді, өйткені адам жоқ болып қалады. Сондықтан пенсияға жету үшін оған да денсаулық керек. Ал бүгінгі таңда біздің Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің жаңағы саласының деңгейі енді жоғары деңгей деп айта алмаймын, өте төмен деңгейде болып тұр. Сондықтан адам өзінің мүмкіншілігін, қаржы мүмкіншілігін пайдалана отырып, оны шетелге барып түзетуге мысалы оған мүмкіндік бергені өте жақсы. Сондықтан мен бұны құптаймын да қолдаймын, бұл негізі дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Ең бастысы адам үшін ол денсаулық. Түсінікті. Енді денсаулық сақтау мәселесіне байланысты
әртүрлі жаңағы көрермендердің халықтың тарапынан берілген ұсыныстардың негізінде аталған бұйрыққа болашақта өзгерістер енгізілуде мүмкін деген сөз бар екен, бұйрықтың ішінде. Әсіресе мынау көрсетілетін ем-домның тізіміне байланысты. Енді осы тізімнің ішінде өздеріңіз білесіздер, көп көтерілетін мәселе мынау органдарды ауыстыру, адам органдарына ауыстыру, көбісі жылдап кезекте тұрады екен, көбісінің қалтасы көтере бермейді деген сияқты. Осы мәселе қарастырылмаған ғой қазіргі бұйрықтың көлемінде, қазіргі бұйрықта? Жалпы, сіздер айтып отқан трансплантация, бұл біздің мынау қазіргі Қазақстанның халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексте айқын көзделген. Бұл трансплантация, мен айтып өткен жаңағы тегін медициналық көмектің кепілдік берген көлемі және медсақтандыру дейді, осының жүйесіне кіреді. Жаңа мен айтып отырмын, бұл медициналық тізім осы екі пакетке кірмеген медициналық қызмет түрлерін алып отырмыз. Бұл енді болашақта, мен айтып отырмын, болашақта біз бұл тізімді, егерде халықтың сұранысы соған көп болса, біз әрине біз жаңағы тізімді өзгертуге, жаңартуға дайынбыз. Бұл қатып қалған тізім жоқ. Жалпы өздеріңіз білесіздер, біз жыл қорытындысы бойынша, жарты жылдық қорытындысы бойынша мониторинг жасап, әлі алда бұл жетілдіретін болады. Себебі өздеріңіз білесіздер, заң ол жаңағы қабылданғаннан кейін бұның шегі жоқ. Яғни ол 1 жыл, 2 жыл ғана емес, бұл жалпы болашақта өзінің жаңағы сомасы жиналған жағдайда өзінің денсаулығына немесе жаңағы тұрғын үй несін жақсартуға яғни рұқсат беріледі. Түсінікті. Сол себептен Батырхан мырза, енді тұрғын үй жағдайын жақсартуға байланысты бөлінетін қаржының көлемін, мәселен, өзіңіздің туған ағаңызға, немесе өзіңіздің бір фамилия, сізбен сол кез келген отбасындағы мүшесіне беруге болады, Сондай жағдайлар, қазір менің естуімше, кеше бізде отбасы банкінің өкілі болды, мұндай жағдайлар көп. Енді дәл қазір медициналық бағытқа алу үшін осы қаржыны дәл осындай жағдайлар қарастырылған ба? Яғни өзіңіздің ағаңызға, немесе әпкеңізге қаншалықты туыстық жағына қарап көмек көрсетуге болады осы қаржы арқылы? Әрине, бізде бұл осы жағдайды ескере отырып, бұл қазіргі біздің бұйрықпен бұл көзделген, яғни орысша айтқанда уступка дейді, оның жаңағы жақын туыстары немесе зайыбы, жұбайы өзінің жаңағы қасындағы адамдарға өзінің жаңағы жинақысын бере алады. Яғни бұл жаңағы мен айтқандай тұрғын үй жинақ банк сияқты тұрғын үй бойынша әзірленген тәсіл бойынша бізде осы тәсілден ауытқыған жоқпыз. Бұл жақта тек ерекшелігі тұрғын үй болса, бұл бізде яғни медициналық денсаулыққа, лечеге, емдеуге арналған. Түсінікті, енді Батырхан мырза, енді өмір болғаннан кейін халықтың арасында дәрігерлердің жасаған қорытындысымен келіспейтін, егер қаржысы жетіп тұрса, мүмкіндігінше соны пайдалануға тырысатын азаматтар бар. Егер олар дәрігерлердің тарапынан мұндай, мысалы, сіздерде бар ғой, пластикалық тұрғыдан туа бітті, кейбір бет әлпетін өзгертуге байланысты, білмеймін, тағы да басқа операцияларға егер азамат қажет десе, бірақ медициналық қызметкерлері бұл сізге қажет емес деген көзқарастар туатын болса, бұндай жағдайлар қалай шешіледі? Жалпы, мен айтып өткендей, өтініш беруші емханаға жүгінген кезде өзінің қолында бейінді маманның өзінің қорытындысы болу керек. Ол бейінді маман деп отқанымыз, осы жағдайда, сіз айтқан жағдайда, бұл хирургтың немесе пластикалық хирургтың қорытындысы. Яғни осы азаматқа мынандай медициналық түр қажет деп. Осыны қорытындымен, яғни комиссияға, дәрігер комиссиясына барған кезде, бұл жақта комиссионны шешеді. Бұл жақта бір адам ғана шешпейді, комиссиондық шешім түседі. Жалпы, мен айтып отырмын, мысалы, не себепті біз медициналық көрсетімдер болу қажет деп. Мысалы, ол осы жағдайда, бүгін келген жағдайда оған сол уақытта ол медициналық қызметтің түрі көрсету, ол көрсетімдер болмауы мүмкін. Но алдағы уақытта ол біздің бұйрықтың шеңберінде шектеу жоқ. Оны қайта келіп өтінім берсе болады. Яғни бір уақыт өткеннен кейін. Ол кезде, мысалы, ол пациенттің айтып отырмыз ғой, енді адам организмі әртүрлі. Сол себептен ол пациенттің өзгерістер болған жағдайда
көрсетімдер болған жағдайда дәрігерлік комиссияның оң қорытынды береді деп ойлаймын. Екі нәрсені нақтылай кетейін. Яғни, сіз айтып отқан бейімдік маманның қорытындысы ол өзі қарайтын клиниканың маманы болу керек па? Міндетті түрде әлде кез келген тәуелсіз клиниканың маманы болса бола ма? Және бізде мысалы қазіргі жағдайда мен түсіндіріп кетейін. Мынау арқандық аурулар дейміз ғой. Мынау протон терапиясы, радиация, гамма-нож, гипернож дейді. Жалпы осы медицина түрін қажет ететін науқастар, ол жалпы мынау онкологиялық науқастар немесе жаңа сирек кездесетін аурулар. Бұл жағдайда біздің министрліктің деңгейінде республикалық ғылыми зерттеу орталықтары бар. Жалпы осы науқастар негізі сол республикалық жаңағы медициналық ұйымдардан өзі жалпылама жаңағы қорытынды алып алған пациенттер болады. Уже мысалы оған айтады, Қазақстан деңгейінде біз шамамыз келгенше осындайды көрсеттік қызметті, енді сізге сіздің жағдайыңызды ескере отырып сізге шетелдік жаңағындай бір тәсіл ұсынылады деп ол қорытынды беретіндер бар. Осы қорытындымен дәрігерлік комиссияға келіп, оның жергілікті жаңа тіркеу бойынша деп айтып отырмыз ғой. Ол дәрігерлік комиссияға келіп, дәрігерлік комиссия қарап, оны мен ойлаймын, дәрігерлік комиссия ол бейінді маманның қорытындысымен келіседі деп. Себебі бұл жақта ол бейінді маман деп отқанымыз жаңағы ол республикалық деңгейдегі медициналық ұйымдардың мамандары. Ол онкология болсын, бізде қазір жаңағы қазақ деп айтады, исследовательский институт онкология, радиология. Одан бөлек Астанада мысалы ұлттық онкология орталығы бар. Осы мамандардың қорытындысымен емханаға келген кезде ешқандай сұрақ туындайды деп ойлаймын. Комиссияға құрамына кімдер кіреді? Қанша азаматша кіреді құрамына? Естілмей қалды, я? Руслан қосылып тұр ғой бізбен тікелей эфирге. Руслан, естіп тұрсыз ба бізді? Естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырғандықтан ондай болып тұрады. Ол интернеттің деңгейіне берілетін шамасына байланысты, сапасына байланысты. Сондықтан қайта қоя кетейін, Батырхан мырза, өзіңізге. Жаңа сіз айтып өтірген комиссияның құрамына кімдер кіреді? Комиссияның құрамына жалпы ол бізде осы уақытқа дейін негізі ол жұмыс жасап келеді. Ол дәрігерлік комиссияның құрамы тақ болады. Өкінішке орай, байланыс нашар болып жатыр. Уәлихан мырза, жақсы. Уәлихан мырза, аталған мәселеге байланысты, мәселен жаңа айтып жатырмыз ғой, халықтың тарапынан, мысалы, комиссияның шешімдермен келіспейтіндей жағдай болуы мүмкін. Әсіресе мен көзіме түсіп отырғаны, мысалы, жаңағы Батырхан мырза айтып өткен 7 пунктінің ішінде пластикалық операция жасау деген мәселе бар да. Осыған байланысты көптеген сауалдар туы мүмкін сияқты болашақта. Бұл мәселені қалай шешуге болады сіздіңше? Енді дәрігерлердің бәрі жаман деп айтуға болмайды. Олар деңгейі төмен деп айтуға да болмайды. Сондықтан қалай болса да дәрігерлердің қорытындысына сүйенуге тиістіміз, және одан басқа шешім жоқ. Енді адам болғаннан кейін бәріміз пендеміз ғой. Кейбіреулердің мысалы ақшаны алып жаңағы бетіне кез келген жаңағы өзгерістер жасағысы келеді. Мысалы кейбір тіпті мына шын мәнінде медициналық маңызы жоқ мысалы операция жасағысы келеді. Пластикалық операция дейді ғой. Кейбіреулер мына тіске өзгерістер басқа кейбір операциялар жасағысы келеді. Әрине оған мамандырылған, оған жаңағы сапасы да, санасы жоғары дәрігер оған еш уақытта өз қолын қоймайды. Өйткені ол шын мәнінде дәрігерлік ешқандай жаңағы мұқтаждылығы жаңағы мәжбүрлігі жоқ деп. Сондықтан адам енді қанша адам болса да соншама жаңа мнение болады, пікір болады ғой. Әркімнің пікіріне мысалы еруге де болмайды. Сондықтан осы жерде денсаулық сақтау министрлігінің жаңағы шешімі, қорытындысы, олардың бұйрықта айтылған, көзделген жаңағы тәртіп ол өте дұрыс деп есептеймін.
Өйткені бұл операция болғаннан кейін ол дәрігердің қорытындысы бойынша ғана болу керек. Адамның қорытындысы емес, ойы емес, дәрігердің ойы болу керек. Уәлихан аға, сіз көбінде сынап жатасыз, келіспей жатасыз осындай мәселелер келген кезде. Расында сіздің осы бекітілген бұйрықты қолдап отырғаныңызға қарап, мен ойлап отырмын, расында бұл көптеген азаматшаларға бір жасалатын жақсы бір мүмкіндік болатын шығар деп, иә? Лайым солай болсын. Руслан бізбен байланысқа шыққан сияқты, мүмкіндік болса қоссаңыздар, иә, телефон арқылы. Руслан, енді сіз танысып шықтыңыз ғой, жаңа бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған ем-домның тізімін. Сіз келісесіз бе енді? Сіз дәрігерсіз ғой, осы ем-домның тізімімен? Саламатсыздар ма? Мен қазір зейнетқорлар ақы тізіммен бәрімен танысып шықтым, көріп бәріні. Енді бұл тізімге менің өзімше тағы қосатын пікірлерім бар. Біріншіден, қазір біздікі Қытай дәстүрлі медицинасы ем-домдан бірінші сұрағым, соны осы тізімге қосуға бола ма? Және бізден қандай не нәрселер керек, сол бірінші мен беретін сұрағым. Сіз қосу керек деп есептейсіз ғой, демек, шығыс медицинасын, иә? Иә, әрине. Осы тізімге. Біздікі енді біз өзіміз Қытайда оқып, 10 жыл сол жақта практика келгеннен кейін, сол жақтағы өзіміздің практикаларымызға қарап шыққанда, ол жақта тізім, осындай бізге енді келіп жатқан тізім, ол жақта бәрі бар. Және ол жаққа сол Қытай дәстүрлі медицинасы Қытайдың осы зейнетқорлар ақы алатын тізімге кіртілген. Сол үшін енді менің беретінім Қазақстанда да осыны кіртуге бола ма деген сұрақ. Түсінікті. Тағы басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Бұл қазірше осы сұрақ, енді қазір жауап бергеннен кейін. Түсінікті. Батырхан мырза. Жаңағы алдымызда ағамызда дұрыс айтып кетті, Руслан бауырым да дұрыс айтып жатыр. Жалпы әрине, бұл мен айтып отырмын ғой, бұл бегі әлі қатып қалған тізім жоқ. Бұл жаңағындай бұл тізімді әлі жетілдіретін боламыз. Расымен де халыққа бұл жаңағы Қытай медицинасы қажет тапса, оны біз қарастырамыз. Себебі бұл былай ғой, мысалы бұйрық бекітілгенге дейін біз бұл бұйрықты жаңағы біздің ассоциациялар дейді ғой, әртүрлі ассоциациялар. Оның ішінде жаңағы Қытай медицинасы бойынша восточный медицина дейді. Одан бөлек жаңағы хирургтардың ассоциациясы бар, стоматологтың ассоциациясы бар. Осылардың біз жаңағы өздерінің ойларын біз ескереміз. Яғни бұлар біз бұйрықты жасамас бұрын, біз жаңағы ашық НПА деп айтады, оларға біз талқылауға саламыз. Иә. Одан бөлек біздің ассоциациялар, өзі бекітілген ассоциация бар, қазіргі таңда 22 ассоциация. Осыларға да жібереміз. Олардың өздерінің ойлары бар. Олар себебі неге ассоциация деп айтамыз, профильный ассоциация деп айтады. Яғни бұлар сол бір бағыттың мамандары, сол жақта жиналған мамандары. Осыларды ескеріп, яғни мысалы расымен де ол қажет деп тапса, неге қоспасқа? Жалпы бұл мен айтып отырмын, бұл жылдың қорытындысы бойынша біз әлі мониторинг жасап, бұларды әлі талқылайтын боламыз. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет. Қысқа ғана жауап берсеңіз, осы клиникаларды, азаматтар, қызмет көрсететін клиникаларды өздері таңдай ма? Таңдау құқығы өздерінде ма? Әрине, біз енді айтып отырық, жаңа дәрігердің оң қорытындысы берген жағдайда азамат өзінің қалаған клиникасын таңдайды. Ол шетелдік болсын немесе қазақстандық болсын. Жақсы. Бұл жерде бір жаңағы айтып отқаным, стоматологиялық қызметтер тек Қазақстанда көрсетеді. Себебі бізде қазіргі таңда стоматологиялық қызмет өте жақсы дамыған, шет мемлекеттермен тең деп айтсам да болады. Қазіргі таңда шет мемлекеттер бізге келіп, яғни емдеуде алып жатады, ем-домдарын алып жатады. Жақсы, көп рахмет. Пайдалы ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамын. Бізге берген эфир уақыты осымен тамам болды. Сондықтан өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Ардақты ағайын, аман, сау болыңыздар. Ең бастысы ауырмайтын жол іздейік.